Саламатсыздар ма? Алматы қаржы-құқықтық және технологиялық колледжі экономикалық теория негіздері пәні. Тақырыбы инвестицияның мәні және түрлері. Екінші курс есеп және аудит мамандығы. Пән оқытушысы Хасенханова Бағлан Нұрбақытқызы. Сабақтың мақсаты білімділік. Білім алушыларға инвестиция туралы түсінік бере отырып, оны тарту төңірегінде түсінік беру. Дамытушылық, ұйымдастырушылық қабілеттерін және экономикалық терминдерді оқып, инвестиция туралы ой-өрістерін арттыру. Тәжірибелік, жетістікке жететін белсенді, патриотты азамат болуға тәрбиелеу. Инвестиция ұғымы. Инвестиция латынның инвест салу, яғни салым ұғымы, халық шаруашылығының барлық салаларының негізгі қорларын кеңейте отырып, ұдайы өндіруге бағытталған материалдық және еңбек шығындарының, сондай-ақ ақша қорларының жиынтығын білдіреді. Инвестицияларды экономиканың әртүрлі салаларында, елдің ішінде де, шетелде де жүзеге асыруға болады. Инвестициялар деп өнеркәсіпке, құрылысқа, ауыл шаруашылығына және өндірістің басқа да салаларындағы шаруашылық субъектісіне мүліктей, заттай, сондай-ақ ақша қаражаты түрінде, яғни капитал түрінде де салынып, ол шаруашылықты әрі қарай өркендетіп дамыту үшін жұмсалынатын шығындардың жиынтығын айтады. Инвестиция дегеніміз бүгінгі күні қолда бар ақшаны, мүлікті және басқа да заттарды, яғни капиталды қандай да бір өндірісті дамыту үшін жұмсап, сол арқылы келешекте, яғни алдағы уақытта пайыз түрінде немесе басқадай үлкен кәсіпкерлік табыс табу болып табылады. Бұл екі факторға байланысты болып келеді. Оның біріншісі уақыт, ал екіншісі тәуекелдік. Инвестор инвестицияны жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлға. Инвестор ең алдымен үнемі табыс алуға, күрделі қаржының қауіпсіз болуына және капитал құнының өсуіне мүдделі. Мемлекет, аймақтар, ұйымдар, кәсіпорындар, жеке адамдар, құнды қағаздар рыногындегі қатысушылар инвестор бола алады. Инвестициялау мақсатына қарай стратегиялық және қоржынды инвесторларға, шаруашылық қызметінің бағытына қарай институционалды және жеке инвесторларға, резиденттік бағытына қарай шетелдік және отандық инвесторларға бөлінеді. Шетелдік инвестор, шетелдік заңды тұлғалар, шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ адамдар, шет мемлекеттер. Ұлттық инвестор, Қазақстан Республикасына тұрақты тұратын, Қазақстанда инвестицияны жүзеге асыратын жеке не заңды тұлғаны айтамыз. Инвестиция нақтылық және қаржылық болып бөлінеді. Инвестиция түрлері: қаржылық инвестициялар капиталдың, мемлекеттік немесе жеке де акцияларға, облигацияларға, басқадай бағалы қағаздарға, сондай-ақ банк депозиттеріне салынуы. Бұл жерде нақты капиталдың өсуі болмайды, тек меншікті сатып алуы, оның мәртебесін беру орын алады. Сөйтіп трансферттік, яғни берушілік операциялары орындалады. Зияткерлік инвестициялар ол ғылыми мекемелердегі мамандарды даярлау, тәжірибелер, лицензиялар және ноу-хау бірлескен ғылыми әзірлемелермен алмасу, тағы сол сияқтылар кіреді. Нақты инвестициялар ақшаны нақты материалдық және материалдық емес активтерге, негізгі капитал және айналым капиталына, зияткерлік меншікке салу. Инвестиция түрлері: қоржындық инвестициялар ақшаны әртүрлі қаржы құралдарына, бағалы қағаздарға, банк депозиттеріне, валютаға, асыл металдар мен тастарға салу. Тікелей немесе төте инвестициялар қаражат салу үшін инвестиция нысанын таңдауға инвестордың тікелей өзінің қатысуы. Жанама инвестициялар қаражат салымына басқа тұлғалардың, инвестициялық фирмалар мен компаниялар, үлестік жарнаның инвестиция қорлары, басқа қаржы мекемелері жанамаласуы арқылы салынатын инвестициялар.
Қысқа мерзімді инвестициялар капиталды 1 жылдан аз уақыт кезеңіне салу. Орташа мерзімді инвестициялар капиталды 1 жылдан 5 жылға дейінгі мерзімге салу. Ұзақ мерзімді инвестициялар капиталды 5 жылдан артық мерзімге салу. Жеке инвестициялар қаржы салымдардың азаматтар мен жеке ұйымдардың, фирмалар, компаниялардың салуы. Мемлекеттік инвестициялар бюджеттен тыс және қарыз қаражаттары есебінен орталық және жергілікті билік және басқару органдары, сонымен қатар біртұтас кәсіпорындар, мекемелер мен ұйымдар өздерінің меншікті қаржы көздерін жұмылдыру жолымен салатын салымдар. Аралас инвестициялар мемлекеттің, аймақтардың, білім беру мекемелерінің, сондай-ақ заңды және жеке тұлғалардың үлеспен қаржы салымдарын салуы. Бірлескен инвестиция дегеніміз аталған елдің және шет елдік мемлекеттердің субъектілері салатын салымдар. Ішкі салымдар елдің бір немесе басқа аумағы шекараларында орналасқан инвестициялау нысандарына қаражат салу. Сыртқы инвестициялар қаражатты шетелдегі инвестициялау нысандарына салу. Жалпы инвестициялар жаңа құрылысқа, еңбек құралдары мен заттарын сатып алуға, тауар материалдық қорлардың және зияткерлік құндылықтардың өсіміне салынатын қаражаттың жалпы көлемі. Таза инвестициялар жалпы инвестицияның амортизациялық аударымдарды алып тастағандағы суммасы. Инвестициялар мемлекеттің экономикалық жүйесінде аса маңызды құрылым түзу қызметін атқарады. Экономиканың болашақ құрылымы инвестициялық қаражаттың қандай салаларға салынғанына тікелей байланысты. Мысалы, инвестициялық қаражаттың үлкен бір бөлігі металлургия өнімдерін шығаратын зауыттарға немесе керісінше жеңіл тоқыма өнеркәсібімен айналысатын комбинаттардың өндірісін кеңейтуге бағытталуы мүмкін. Қазақстанға құйылған тікелей шетелдік инвестиция көлемі қандай? Ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 2019 жылғы шілденің 4-інде өткен шетелдік инвесторлар кеңесінің 32-ші отырысында Қазақстанда 2018 жылы шетелдік инвестиция ағыны 24,50 миллиард долларға жеткенін хабарлап, шетелдік инвесторлар ағынын қолдайтынын атап өткен болатын. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, тәуелсіздік алған жылдардан бері Қазақстанға 320 миллиард ақш доллар көлемінде тікелей шетелдік инвестиция құйылған. Ал 2009-2019 жылдар аралығында ұлттық экономикаға 250,2 миллиард доллар көлемінде табыс түскен. Қазақстан Республикасы статистика комитетінің мәліметіне сүйенсек, өңірлер бойынша ел ішіндегі инвестиция көлемі 2019 жылдың бірінші жартыжылдығында Қазақстан Республикасы өңірлеріне салынған инвестиция 2,2 триллион теңгеге жеткен. Ел бойынша ең көп инвестицияны 365,8 миллиард теңгемен Атырау облысының жобалары алып тұр. Одан кейінгі орынды 310,4 миллиард теңгемен Нұр-Сұлтан қаласы алды. Алматының негізгі капиталына құйылған инвестиция 284,4 миллиард теңге. Ал Қарағандыға 220,6 миллиард теңге және Ақтөбеге 146,7 миллиард теңге инвестиция тартылған. Қазақстанға тартылған тікелей шетелдік инвестициялар, яғни 2013-2019 жылдар аралығындағы. Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі деректері бойынша есептеулер көрсетілген. 2018-2019 жылдардағы инвестиция көлемі. Қазақстан экономикасына құйылған тікелей шетелдік инвестициялар көлемі. Қазақстанға ең көп инвестиция салған елдер 1993-2019 жылдардың бірінші жартыжылдығы бойынша. Ең көп инвестиция 2012 жылы құйылды, 28,9 миллиард доллар, яғни Нидерланд елінен. 2018 жылы 24,3 миллиард доллар, ақш мемлекетінен. 2019 жылдың бірінші жартысы 12,1 миллиард доллар, Швейцария мемлекетінен.
Қорытынды. Сонымен инвестициялар деп қоғамның нақты капиталын арттыруға, яғни өндірістік қуаттарды кеңейтуге немесе жаңартуға бағытталатын экономикалық ресурстарды айтамыз. Ол жаңа машиналар мен ғимараттар, көлік құралдарын сатып алуға, сонымен қатар жолдар құрылысын, көпірлер мен басқа да инженерлік құрылыстар салуға байланысты болуы мүмкін. Алайда міндетті түрде бұған білім беруге, ғылыми зерттеулерге және мамандар даярлауға жұмсалатын шығындарды қосу қажет. Бұл шығындар адам капиталына инвестиция салу болып есептеледі. Ол экономиканың өркендеуінің қазіргі заманғы кезеңінде күннен күнге үлкен мағынаға ие болып келеді. Өйткені ақыр соңында ғимараттар мен құрылыстар да, машиналар мен құрал жабдықтар да адам қызметінің нәтижесі болып шығады. Үйге тапсырма: инвестицияның мәні және түрлері тақырыбына баяндама жазу.